Өз бала-шағам білсе не болады? Екі баласын маған бақтырып қойып, қалада суық сайран салып жүрген екен. Болған оқиға. Бізді өзімнің туыс әпкем таныстырған. Өзі тұрмысқа шыққан әулеттің жиені боп келеді екен. Жасы жерге барсаң, қор болмайсың деп арамызға түсіп, мені жиен қайнысына келіншек етті. Үй болған соң анау да мынау да болады ғой. Бастысы бәріне сабырмен қарап, 5 баланы өз үйінен алыстатпай өсірдім. Обал не керек? Күйеуім мал табар адам. Мектепте сабақ береді, одан қалса мал бар. Мектепте сабақ береді, одан қалса мал бордақылайды. Көктемде жер жыртқызып егін ектіреді. Әйтеуір қарап жүрмейді. Соның арқасында ата-енемнің үйі, біздің үй ас-ауқаттан қысылмаған. Балаларды да бейпіл өсірдік. Тұңғышымыз ұл, одан кейін 4 қыз таптым. Ұл тусам екен деп жүріп, 4-еуі де қыз болғанына іштей қынжылғаным рас. Себебі күйеуім 3 ағайынды. Бірдеңе болса бір-біріне септесіп, көмектесіп, мәселені демде шешіп тастайтын. Бірақ 6-шы құрсақ көтеруге менің денсаулығым жарамады. Дәрігерлер тууға үзілді-кесілді тыйым салды. Оған күйеуім қапаланған жоқ. Құдайдың осы көрсеткеніне де шүкір, мен саған ризамын деп қолдау көрсетті. Күйеуімнің ортаншы інісі бізден кейін 5 жылдан соң үйленген. Ол келіншек әкелген соң ауылдан үй салып бөлек шыққанбыз. Менен кейінгі келіннің мінезі нашар боп шықты. Оның үстіне қайным ішімдікке жақындау еді. Сонысын көтере алмай, қайта-қайта төркініне кетіп, қайта келіп жүріп 2 бала тапты. Оны марқұм үйінен бауырына басып, өз баласындай етіп өсірді. Бірақ сол күйі қайным мен келіннің арасы жақсы болмады. Келін 2 баласын қалдырып төркініне біржолата кетті. Алқаш байыммен өмір сүре алмаймын деген сылтау тапты. Мейлі деп қалдық. Қолымыздан басқа не келеді? Бірақ бұл жағдай онсыз да ішімдікке үйір қайныма оңай тимеді. Арағын ерігісіп ішіп, достарымен күні-түні қуып, ақырында суға ағып қайтыс болды. Денесін әлең тауып жерледік. Сол күйіктен кейін енемнің де беті бері қарамады. 2 немересінің тағдыры, баласының өлімі, келіннің күйігі 2 жылдан соң оны да алып тынды. Марқұм өте жақсы кісі болатын. Қазір қара шаңырақта кіші бала тұрып жатыр. Үйлендіріп, той жоралғысын күйеуім екеуміз өткізіп бергенбіз. Қайынатамыз солардың қолында. Айтайын деген мәселем, қайынымыз артынан енеміз қайтыс болған соң кеткен келін 2 баласын алып төркініне әкетіп қалған тұғын. Бірақ ол жаққа да сыймаған-ау. Осыдан 3 жыл бұрын қалаға келіп пәтер жалдап тұрып жатқанын естідім. Мерекелерде өзім хабарласып, 2 баланың хал жағдайын сұрап тұратынмын. Жеңше, жағдайымыз нашар, тапқан табысым 2 баланың қажетіне жетпейді деп мауын шағып жылап қалғанда шыдай алмай, жағдайды күйеуіме айтқанмын. Бауырының балалары ғой, көмектесейік деп келініне өкпелеп қалған жерінен мейірімін оятқан өзім едім. Арада бірнеше ай өткенде әлгі келін 2 баласын алып ауылға келді. Балалар демалысқа шықты. 3 ай осында жүріп айран сүт ішсін деп тастап кетті. 2 бала есейіп қалған. Олардың келгеніне қатты қуанып, өз баламнан кем көрмей асырадым. Менің беріп отырған мейіріме күйеуім де ерекше еміреніп кетті ме? Сенің ақылың бар екен. Бауырымның балаларына көмектескелі менің де берекем кіріп қалды. Осыларды өзіміздің балаларымыздай қолымызға алайық. Бұған келін қарсы болмас деп ақылдасты. Сөйтіп 2 ұлды ауылға көшіріп оқыта бастадық. Бұл шешімге келінім де қуанып кетті. Емін-еркін жұмыс істер едім. Әйтпесе осылар сабақтан келді ме, кетті ме деп алаңдап жүруші едім деп бізге 2-ін бере салды. Дегенмен әр аптаның соңында күйеуім 2 баланы салып қалаға шешелерін көрсетіп келуге апарып тұратын. Сөйтіп жүргенде күйеуім мен келіннің арасында жақындап кетіпті. 1 жыл бойы маған білдірмей қалада жасырын кездесіп жүрген. Оны қайнымның кіші баласы көріп қалып, әңгіме арасында байқауста маған айтпағанда ақмақ боп жүре берер екен. Атам мен мамам үйленген адамдардай қалада қол ұстасып жүреді дегенде үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болдым. Ең сорақысы, бұл әңгімені күйеуім теріске шығармады. Қайтсем Дариға, бауырымның әйелін бөтенге қия алмадым. Бұл біздің қазақтың салтында бар
әмеңгерлік қой, деп міңгірледі. Менің аузым ашылып жүргенде қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алып, келіннің атына жазып беріп үлгеріпті. Соншалықты аңқау, ақкөңіл болғаныма ішім ашыды. Күйеуім айына қанша табыс тауып жатыр, оны қайда жаратып жатыр, ештеңемен жұмысым болмапты. Әзірге бұл жаңалықты атам, қайным, келінім ғана біледі. Ағайын жұртқа естіртпедік. Мен одан бас тарта алмаймын. Екі бала ортада тұрғанда осы шешімім дұрыс, деп күйеуім айтқанынан қайтпай отыр. Ал келін құйрығын бұтына қысып алған бұралқы иттей менен қашып телефонын көтермей отыр. Үйіме келіп асымды ішіп, көрпемді тіліп отырғанына қаным қайрап жүр. Мұндайда не істеген жөн? Басым қатып кетті. Ажырасып кете салатындай жастан да өтіп кеттік. Өз бала шағам білсе, не болады?